Құрметті оқушылар, қазір бағанағы сыныптағы берген тапсырмаға қосымша ссылканы ашып жалғастырамыз. Бірінші есепте былай дейді: екі илеудің ара қашықтығы 30 метр. Осы екі илеуден бір мезетте екі құмырсқа шығып 4 метр секунд жылдамдықпен қарама-қарсы бағытта жүрді. 30 секундтан кейін олардың ара қашықтығы қанша болды? Есептің мағынасы түсінікті деп ойлаймын. Екі илеудің ара қашықтығы 30 метр, бір-біріне қарама-қарсы шыққан. Бұл жерде жылдамдығы белгілі. 4 метр секунд, екеуінің де жылдамдығы 30 секундтан кейін. Сонда әрбір құмырсқаның 30 секундта жүрген жолын табамыз және арасындағы 30-ды қосуымыз керек. Екеуі де 30-30 метрден жүрген, қарама-қарсы жүрді ғой. Соны координаталық жазықтықта суретін салып есебін шығарыңыздар. Екінші есеп: аралығы 400 км болатын екі қаладан 60 км/сағат жылдамдықпен автобус және 90 км/сағат жылдамдықпен автомобиль бір мезгілде шықты дейді. Егер 2 сағаттан кейін олардың арасы қашықтық 100 км болса, 700 км болса, 340 км болса, 460 км болса, онда олар қандай бағытта жүрген? Қандай бағытта жүрген? Қарама-қарсы бағытта жүрді ма, бір бағытта жүрді ма дегені ғой. Бұл жерде де есеп өте оңай. Ара қашықтық берілген, жылдамдығы берілген, автобустың жылдамдығы, автомобильдің жылдамдығы берілген. Бұндай есептер біз бағана бүгін сыныпта шығардық. Үшінші есеп: қысқы демалыс кезінде оқушылар Көкшетаудан Астанаға баруды жоспарлады. Жолда Бурабай курортына соқпақшы болды. Көкшетаудан Бурабай курортына дейін автобуспен және электрпойызбен, электричка деп айтамыз ғой балалар, пойызбен Бурабай курортынан Астанаға дейін пойызбен және электрпойызбен баруға болады. Саяхатқа бару үшін оқушылар қандай маршруттарды таңдауы мүмкін? Есептер өте оңай. Бұл В деңгейіндегі бүгінгі сабақта 7-8 балл алған оқушыларға арналған. Орындап болғандарыңыз болса, чатқа жібере беріңіздер жауаптарыңызды.